неше валентті? Айтады, екі валентті. Екінші топ элементтердің физикалық қасиеттері қандай? Кім айтады? Екінші топ элементтердің физикалық қасиеті қандай? Түсі, иілгіштігі бар ма? Деген сияқты. Электр өткізгіштігі, жылу өткізгіштігі қандай? Айдан айталы. Я. Я, дұрыс. Иілгіш па? Жеңіл ма? Я. Пластикалық қасиеті бар, сілтілік жер металдар деп аталады, дұрыс. Және болды ма? Жылу өткізеді, электр тоғын жақсы домбыраменен бағалап отырасыңдар. Егер сен бір бал алсаң, бірге қойып қоясың, қосып қоясың, екі бал алсаң, екіге қосып қоясың. Осылайша бұны білесіңдер ғой, алдында да еттіге. Мадина таратып бере ғой. Таратып бере ғой. Таратып беріңдер. Төрт суретке сәйкес келетін бір сөз табуларың керек. Сол біздің бүгінгі тақырыбымыз. Дұрыс айтасыңдар. Алюминий, я? Яғни барлығы да алюминийден жасалған заттар. Солай ғой. Жақсы. Енді бүгінгі тақырыбымыз бойынша балалар үшінші топ металдары, алюминий және оның қосылыстары. Жетінші көрсетілім алюминий мен оның құймалары. Сіз саламыз балалар. Бүгінгі мақсатымыз атомның құрылысы негізінде алюминийдің қасиеттерін түсіну, оның маңызды қосылыстары мен құймаларының қолдану аймағын анықтау. Қарайсыңдар, алюминий реттік саны қанша екен? 13, массасы 27 деп аласыңдар, 26-да 9 ғой. Реттік саны 13 болғандықтан, оның неше ортасында ядро бар ғой? Ядроның ішінде неше протон? 13 протон. Неше электрон? 13 электрон. Неше нейтрон? 13. Массадан реттік санын азайтамыз. Сонда 14. Дұрыс айтасыңдар. Енді мына жерде қарасаңдар, алюминийдің электрондарын, электрон деген жерін басайық. Міне, алюминийдің қандай электрондары бар? Қараңдар. 1s неше екен? 2. 2s. 2 P 6 3s 3s 2 3p 1. Нефилин, каолин, алюминий оксиді, сендердің топтарының атауы осы алюминийдің қосылыстарының атауы. Сенің мысалы сендердің нелердің аты боксит қой. Яғни қосылысы карон, нефилин деген сияқты. Сосын астында алюминийдің нелері бар, құймалары бар. Алюминийдің ең маңызды құймасы дюралюминий. Міне мына дюралюминий барлық ұшақ, ракета, барлығы осы дюралюминийден жасалады. Дюралюминий алюминийге қарағанда мықты, және алюминийге қарағанда ол жеңілдірек. Соның үшін алюминийді қолданбаймыз, дюралюминийді қолданамыз. Және силумин деген несі құймасы бар. Алюминийден жасалған заттар бар мына жерде. Соны қарап бір-біріне өткізе беріңдер. Бір топ тағы айтатындар бар ма, болды ма? Тұрмыс шарайды қолданған кезде, ол кезде еш қол, өйткені олар жылды жақты ұстап тұрады, қол жеткілікті болады, арзанырақ. Арзан әрі. Және де ол одағы қалып қалған мысалы нелер болады ғой, тамақтан кейінгі майлыққа нелер олар тез кетіреді. Жақсы транспорт жағдайындағы мен плюсын айтамын. Алюминий берік металл болғандықтан оны көліктерде, кемеде, қайықтарда, басқа транспорттарда қолданады. Сондықтан алюминийдің және алюминий ол бізде не болады? Жеңілдірек болады, көліктер жеңілдеді, және де ол жанармайды үнемдеуге көмектеседі, және де ол тоқ бастырмайды. Сондықтан алюминийді көбінесе көліктерде, кемелерде қолданады. Жеңілдігіне байланысты, иә? Жақсы. Алюминий ол жақсы электр өткізгіш, сондықтан ол үйлеріндегі жаңағы сымдарға және сондай кабельдерге жаңартылады. Өйткені ол мыстан қарай жеңіл әрі арзандау. Дұрыс. Алюминий телевизор алғанда және ескілерде қолданылады. Тағы алюминий медицина құралдары және компьютер бөлшектерінде, смартфон корпустары өндірісінде қолданылады. Себебі ол алюминий жеңіл болып келеді, қауіпсіз болып келеді және экологияға зияны аз болып келеді. Жақсы, дұрыс. Бекжан? Әйтеуір қолдану саласын айтшы, қай жерде қолданады екен?
жеңіл ғой піскен кезде қолданып үй жұмысында иә иә әрине алюминий туралы қысқаша жол бәріміз тынышталып бізде 3 валентті және бізге химиялық позиция берілді. Алюминий бізде созылғыш ергіш болып келеді және ол тотықпайды, тоқты жылуды өте жақсы өткізеді. Ең алдымен біз алюминийді оттекпен, яғни оксидке айналдырамыз. алюминий тең жоқ алюминийдің өзінің реакциясы жоқ алюминий қосу күл қышқылы H2SO4 орын басу реакциясы жүреді алюминий не шығады SO4 қосу H2 алюминий 3 валентті үстіне 3 валентті оттегі 2 валентті иә яғни мына жаққа 2 қойлап мына жаққа 3 қойлап теңестіресің мына жерге 3 бересің себебі SO4 3 ғой арқылы иә сутегінің алдына 3 болды көміртек алюминий қосу көміртегі дұрыс алюминий 3 дұрыс теңестіріп жіберемін иә 3 қоясың дұрыс алюминий карбид шықты тағы хлорменде алюминий қосу хлор қасына 2 қоямыз себебі газ зат екеуін қосып жаза саламыз алюминий хлор неше 3 валентті ғой теңестіру үшін мына жақтан 2 бермейсің хлор мына жақта 2 мына жақта 3 6 болып теңестір сонда мынаның алдына 2 бересің мынаның алдына 3 бересің мына жерге 2 бересің иә фосфор тең алюминий фосфид дұрыс алюминийда 3 валентті фосфорда 3 валентті ешнәрсе қоймайды болды отырамыз жақсы жарайды жақсы жарайсыңдар отыра қойыңдар орындарыңа үстіне рим цифрімен жазып қойыңыз рим цифрімен жақсы иә топ номер 3 жақсы атом құрылысын айтатын болсақ ядро зарядында алюминийде реттік саны неше сонша ядро заряды болады яғни бізде ол плюс 13 қараймыз тыңдаймыз және де бұның ядроның ішінде 13 протон оның сыртында 3 қабаты болады оның бірінші қабатында 2 электрон екінші қабатында 8 электрон және де үшінші қабатында 3 электрон болады нейтрон санына келетін болсақ нейтрон саны бізде алюминийдің салмағымен және де реттік номерінің азайтындысына тең болады яғни бізде нейтрон саны алюминийдің салмағы 27 азайтылған 13 тең бізде 14 болады яғни бізде нейтрон саны 14 болады ал электрондық конфигурациясы бізде ол 1s2 және де 2p6 3s2 және де 3p1 дұрыс жақсы кезектесіп шыға беріңдер иә кім шыққысы келеді қане бірінші кім келеді бірінші келе қойыңдар кім келеді ернар шығасың ба кел келе бер соңынан келіп тұра беріңдер иә кейінгі шыққысы келетін оқушылар келіңдер о молодец дұрыс келе бер кім келеді дина жүгір келе бер кім келеді ар жақта сіз тұра беріңдер алюминий тотығуда әдісі жақсы дұрыс келе қойыңдар кім кейінгісі әр дұрыс жауапқа бір балл өздеріңе балл беріңдер алюминийдің физикалық қасиеті дұрыс жақсы келе беріңдер кейінгісіне кім жақындап келіңдер біреуін кел асылжан кел дюралюминийдің несі неден тұрады дюралюминий дұрыс емес назгүл отыра бал алмадым жарайды кейінгісіне тағы осыдан кейін кім шығады осыдан кейін балоса келе ғой силюменнің құрамы неден тұрады алюминий
О, дұрыс. Асылжан, дұрыс. Балауса, келе ғой. Алюминийдің валенттілігі. Қалай екісі? Алюминий бар көп. Кейін шығарсы кім келеді? Кейін шығарсын күш келеді. Бекжан кел. Алюминий оксидінің атауы. Дұрыс емес. Бал алмадым. Кейінгі. Жер бетіндегі таралу жағынан нешінші орында? Жердің бетінде. Қысында емес. Нешінші? Отырғанда тұншы отырамыз. Білмеймін, өзім. Тез. Бұл уақыттама. Дұрыс емес. Жақсы отырамыз. Кейінгісі келу. Сізге тексеріп, қайтарып беріңдер, балдарыңды домбыраға белгілеп алыңдар да, көкпаршысына белгілетіңдер. Ескі, Айдананың ескі алюминий кружкасы бар еді. Оның түбі қарайып кеткен ғой. Айдананың кружкасының түбі қарайып кеткен. Ол ауада тозғанын біледі. Бірінші сұрақ, кружканың түбі қарайып кету себебін түсіндіресіңдер. Одан кейін Айдананың кружканы тазарту үшін оған екі нәрсе қолданбақшы болып тұр. Сірке қышқылын қолданбақшы. Қолданса ол алюминий үшін қауіпсіз болады. Сендерге бұл бойынша екі бал белгілері, алюминийдің қараю себебін жазасыңдар. Және қауіпсіз затты таңдайсыңдар. Дескриптор екі затқа екі бал беріледі. Түсіндір ма? Алюминийдің қараю себебі қандай? Жаңағы қауіпсіз зат таңдайсыңдар. Бұл бойынша балалар сендер Padlet тақтасы, мен сендерге группаға жібердім Padlet тақтасының несі. Ашыңдар. Padlet тақтасын жаңағы топтарына жібергем, сол бойынша ашып алыңдар да, тақтаға жазыңдар. Екеуің бірлесіп. Сендер екеуің бірлесіп. Орныңдар. Сендер екеуің бірге. Ерназбенен кім бірге? Сезімменен Нәзік бірге. Азаматпен Бекжан бірге. Екеуің бірге. Бәрі маған қарай қойыңдар. Егер реакция өнімдерін жазсаңдар, дұрыс жазсаңдар, бір бал аласыңдар. Реакциясын жақсы теңестірсеңдер, дұрыс теңестірсеңдер, тағы бір бал. Бәрін дұрыс орындасаңдар, екі бал аласыңдар. Тапсырмаларды өзара бағалаймыз. Бір жұп, екінші жұппен тапсырманы алмасамыз. Соңындамыз және сақтаймыз. Және сақтаға шығып, бүгінгі тапсырма түсінікті болған болса жасылды, түсініксіз сұрағым бар десеңдер сарыны, егер түсінбедім десең қызылды басып белгілеп кетті, мен сендердің не түсінгендеріңді білейін. Padlet тақтасына тапсырманы үйде орындап келеміз. Padlet тақтасындағы тапсырманы үйде орындап келеміз. Ой, не қылуға байланысты.